Күн балалар, сіздермен бірге Гүлзина жақсылық. Балалар, бүгінгі сабақта да біз әліпби деген тақырыпты өтеміз. Осы сабақта да біз айтылу мен жазылу бірдей сөздерді көшіріп жазып еске түсіретін боламыз. Сонымен балалар, сіздер мына сілтеме арқылы бүгінгі танысатын ертегілеріңізді YouTube каналынан көрсеңіздер болады. Мен қазір сіздерге осы ертегіні оқып берейін, я? Түлкі мен тырна. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоқып ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып беріпті. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп, үйіне аш қайтқан екен. Енді қараңыздар, алдымен тырна қайда қонаққа барды? Әрі қарай сұрақ құрастыра аласыздар ма сіздер? Түлкі ботқаны неге салып берді? Ал сол ботқаны жайпақ табақтан тырна не үшін жей алмады? Тағы да сіздер осы ертегі бойынша қандай сұрақтар қойғыларыңыз келіп тұр? Бір-бірлеріңізге сұрақ қойып көріңіздер, жарай ма? Сосын ертегіні дауыстап оқып, өздеріңіз бір-бірлеріңізге қойған сұрақтарыңызға бір-бірлеріңізге жауап беріп көріңіздер. Енді осы ертегіде түлкі ренжіп үйіне аш қайтты дейді. Ал түлкі неге ренжиді? Ол тырнаны да ренжіткен жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Осы ертегінің мазмұнын әңгімелеп беріңіздер, я? Ал сіздер үйлеріңізге қонақ келгенде қонақты қалай қарсы аласыздар? Айтып көріңіздерші бір-бірлеріңізге. Балалар, дәптерімізді ашып, көркем жазу жазамыз. Біз бүгін көркем жазу дәптерімізге Ц әрпін жазады екенбіз. Жазу барысында мына бейне жазбаны кідіріске қойып, мұқият жазамыз. Жазып болған соң екінші жаттығуды орындаймыз. Мына сөздерде кейбір әріптер түсіп қалған. Сіздер сол көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, одан кейін әліпби ретімен көшіресіздер. Мысалы үшін құмыра деген сөзде түсіп қалған. Түлкі деген сөзде әрпі түсіп қалыпты. Сосын енді әліпби ретімен жазатын кезде біз қалай ойлайсыздар? Қай сөзден бастаймыз? Адан басталатын сөз кездесіп тұрған жоқ, әден басталатын сөз жоқ. Демек, Б-дан басталатын бұрғыны бірінші жазамыз, я? Одан кейін В, Г, Х, Д, Е, Ё, Ж. Бұрғыдан кейін жүзім жазылады екен. Әрі қарай осы ретпен әліпби ретімен көшіріп, бір-бірлеріңізге көрсетіп, достарыңыздың жұмысын бір-бірлеріңізбен тексеріп көріңіздер. Сосын балалар, Р әрпі әліпби реті бойынша нешінші тұрғанын анықтап көріңіздер. Сосын Р-ның алдында және Р-ның соңында қандай әріптер тұр? Сол әріптерден басталатын сөздер айтып көрейік. Кім тапқыр екен? Кім көп сөз таба алады екен? Р-ның алдында П әрпі тұр. П әрпінен басталатын қандай сөздер бар? Өте жақсы. Ал Р-дан кейін С әрпі тұр. С әрпінен басталатын қандай сөздерді білесіздер? Өздеріңіз достарыңызбен бірге қанша сөз тапқандарыңызды санап көріңіздер. Сосын мына шығармашылық тапсырманы өздеріңізге қалдырамын. Суретке қарап, мамандықтардың атауларын айтып көріңіздер. Одан кейін сол мамандықтың атауларын әліпби ретімен жазыңыздар. Бірінші суретте аспаз тұр. Екінші суретте кім тұр? Үшінші суретте кімді көріп тұрсыздар? Ал төртінші суреттегі мамандық қалай аталады? Әліпби ретімен жаза аласыздар ма? Өте жақсы. Осы орындаған шығармашылық жұмыстарыңызды мұғалімдеріңізге немесе маған жолдасаңыздар болады. Сонымен балалар, мына бір әжеге көмектесейік, я? Біз бүгінгі сабақта нені білдік? Қандай ертегі оқыдық? Қонақты қалай қарсы алады екенбіз?
Сабақта бізде қиындықтар болды ма? Әліпбидегі әріптердің ретін санау бізге қиын ба? Мамандықтың атауларын жаза аламыз ба? Өте жақсы. Ендеше бүгінгі сабақта біз айтылу мен жазылу бірдей сөздерді еске түсірдік, және әліпбиді еске түсірдік. Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық. Сау болыңыздар.